Тәтті тағамдарды жақсы көретіндер үшін конфеттердің тамаша әрі пайдалы баламасы құрма болып табылады. Біз күні бойы шай ішіп үйренгенбіз, бірақ шайды жалғыз ішу қиын. Сондықтан көпшілік оған конфет, торт немесе басқа да тәттілерді қосып ішеді. Бірақ бұлай жасау денсаулыққа өте зиян келтіреді. Жас кезде ұйқы безі жеткілікті мөлшерде инсулин шығарады. Сондықтан барлық көмірсулар мен глюкоза оңай өңделеді. Бірақ жас ұлғайған сайын торттар мен тәтті тоқаштар артық салмақ жинауға себеп болады. Осы кезде сізге құрма көмекке келеді. Ол біздің елімізге құрғақ жеміс ретінде жеткізіледі. Олар өте тәтті, дәмді және көпшілік үшін сүйікті тағамға айналған. Тіпті кейбір адамдар оларды тауысып жегенше тоқтай алмайды. Құрманың пайдалы қасиеттері. Күніне қанша құрма жеуге болады? Құрманың пайдасын зерттеп, күніне қанша мөлшерде жеуге болатынын айтамыз. Осылайша артық салмақ қоспай, қант диабетін болдырмауға болады. Құрманың пайдалы қасиеттері. Витаминдер. Құрма В тобының витаминдерінің қайнар көзі. Фолий қышқылы гемоглобин деңгейін көтереді және репродуктивті жүйенің жұмысын жақсартады. Рибофлавин көру өткірлігін арттырады. Тиамин, пантотенат және пиридоксин жүйке жүйесін нығайтады. Минералдар. Құрма макро және микроэлементтердің қазынасы. 100 грамм құрмада ағзаға қажетті мынадай элементтер бар. Темір, кальций, калий, магний, селен, фосфор, марганец, мыс. Бұл элементтердің мөлшері күнделікті қажеттілікті толық қамтамасыз етеді. Құрманың құрамында ас қорыту жүйесіне оң әсер ететін көп мөлшерде талшықтар бар. Қажетсіз холестерин мен глюкоза деңгейін төмендетуге көмектеседі. Антиоксиданттар. Құрамында фенолды антиоксиданттар көп. Олар ағзаны онкологиялық аурулардан қорғайды. Жүрек қан тамыр аурулары бар адамдарға құрма атеросклерозбен және қан қысымының көтерілуімен күресуге көмектеседі. Ісікке бейім адамдарға онкологиялық аурулардың алдын алуға және еркін радикалдармен күресуге жәрдемдеседі. Анемия кезінде гемоглобин деңгейін көтеруге ықпал етеді. Жүкті және бала емізетін әйелдерге құрманы рационға қосу ұсынылады. Өйткені ол ұрықтың дұрыс дамуына және сүттің бөлінуін арттыруға көмектеседі. Құрма шаршауды басады, иммунитетті күшейтеді, ерлердің потенциясын жақсартады. Құрманың осыншалықты пайдалы қасиеттері болғандықтан, оны күнделікті рационға қосу керек. Бірақ сұрақ туындайды, қанша мөлшерде жеуге болады? Ол үшін құрманың калория мөлшерін білу қажет. Орташа есеппен 100 грамм құрмада 270 ккал бар. Бір құрма шамамен 23 ккалды құрайды. Құрамында тәттілігі оның жоғары көмірсу мөлшеріне, яғни фруктоза мен глюкозадан тұратын сахарозаға байланысты. Құрма құрамында калий мөлшері өте көп. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен талмасының алдын алады. Құрмалар бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Сондай-ақ цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді. Бауыр фиброзы симптомдарын жеңілдетеді. Егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болғаны 3 құрма жесеңіз, бір күнге жетерлік энергия аласыз. Құрма бұл асқазан функциясы бұзылған кезде де ас қорытуға таптырмас өнім. Осы асқазан ішек жолының аурулары, тіпті асқазан обасының профилактикасы үшін пайдалану қажет. Шаш сынғыш болса, тері құрғаса, әжім ерте пайда болса, құрма жеу керек. Оны косметикалық маскалар құрамына қосуға да болады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.